Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай нәзік, әдемі, керемет салаттың рецептісімен бөлісемін. Салаттың құрамындағы ингредиенттердің барлығы қолжетімді, жасалу жолы өте оңай әрі тез дайындалады. Кез келген отырыстың және жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіреді. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен салатты жинайтын ыдыстарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай тарелка, оның үстіне кондитерлік кольцо қажет болады, және осындай стакан. Бұл бізде формамыз болады салатымыздың. Салатты осы формада жинайтын боламыз. Енді піскен тауық етін алып, оны ұсақтап тураймыз. Тауық етін алдын ала тұзды суда пісіріп аламыз. Оны осылай ұсақтап турап аламыз. Тіпті тауық еті өте жұмсақ, нәзік болғандықтан, оны пышақпен де кеспей, қолдарыңызбен үзіп қойсаңыздар да болады. Піскен тауық етін қақталған немесе сүрленген тауық еттеріне де алмастырып пайдалансаңыздар да болады. Олай да салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Тауық етін турап алдық. Енді жаңағы дайындап алған формамызға стаканды айналдыра отыра тауық етін бір қабат қылдырып орналастырып шығамыз. Тауық етін формаға салып болғаннан кейін оның үстінен осылай қасықпенен жүріп шығамыз. Бұл бізде жаңағы формамыздың әдемі біркелкі болып тұру үшін керек. Оның үстіне тұзымызды себеміз және майонезімізді торкөз ретінде немесе қасықтың көмегіменен біркелкі қылдырып жағып аламыз. Келесі бізде осындай тұздалған қиярды алып, оны да ұсақтап төрт бұрышты етіп турап аламыз. Ұсақтап туралған тұзды қиярымызды тауық етінің үстіне стаканды айналдыра саламыз. Қиярды орналастырғаннан кейін оған тұзды себу міндетті емес, себебі қиярымыздың өзінде тұзы жеткілікті. Оған майонезімізді салып, кейін піскен картопымызды осындай үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп дайындап аламыз. Піскен картопты да қиярымыздың үстіне салып, стаканды айналдыра орналастырамыз. Картопты салып шықтық. Енді оның да үстінен осылай қасықпенен басып, біркелкі етіп жаямыз. Тұз себеміз, майонез жағамыз. Келесі кезекте бізде қызанақты да ұсақтап төрт бұрышты етіп турап аламыз. Оны да картоптың үстіне саламыз. Қасықпен тегістейміз. Дәміне қарай тұз себеміз. Майонез жағамыз. Қалауларыңызша өздеріңіз ұнататын кез келген қатты ірімшікті алып, оны үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Мен пайдаланған ірімшіктің атауы сметанковый деп аталады. Ірімшікті орналастырғаннан кейін оны да қасықпенен басып, біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Бұл жерге де тұзды себудің қажеті жоқ, бірден майонез жағамыз, себебі ірімшіктің өзінде белгілі бір тұздың мөлшері бар. Келесі піскен жұмыртқаны алып, оны ақуызы мен сарыуызынан ажыратамыз. Әр қайсысын жеке-жеке үккіштен өткізіп, оны салаттың бетіне орналастырамыз. Салаттың бетіне мен ең алдыменен жаңағы сарыуызын үккіштен өткізіп, сырдың үстіне сарыуызын орналастырдым. Кейін оның үстіне майонезді жағып, артынан ақуызымызды үккіштен өткізіп, оны да саламыз.
ақ уызды салып болғаннан кейін оны да қасықпенен басып біркелкі етіп тегістейміз. Салатымыз дайын. Оның шеттерін бұзып алмау үшін осылай пышақтың көмегімен салатты кондитерлік кольцодан босатып аламыз. Ақырындап кольцоны босатып, оны жоғарыға көтереміз. Салаттың ортасындағы стаканды да жайлап айналдыра отыра жоғарыға көтереміз. Салатымыз дайын. Оны өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Мен бұл жерде аскөкті, яғни укропты пайдаланып, осылай оны кесіп алдым да салаттың бетіне орналастырып шықтым. Қалауларыңызша әдемілік үшін осындай анар дәнектерінде қойып шықсаңыздар болады. Өте әдемі және нәзік көрінетін болады. Салаттарыңыздың өзіндік бір реңін шығарып, өте әдемі түрге айналдырады. Жасап көруге кеңес етемін. Бұндай анардың дәнектерін пайдаланбасаңыздар, онда жүгеріні де салсаңыздар болады. Олай да өте әдемі болып шығатын болады. Салатта пайдаланылған барлық ингредиенттер бір-біріменен өте жақсы үйлеседі және өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін және осы салатты міндетті түрде жаңа жылдық дастархандарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гүлім. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.